Бауырлар, мынау өте құнды хадис. Насаиде және Абу Даудта келтірілген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім мынау дұғаны таң атқанда, кеш батқанда 7 рет айтатын болса, Алла тағала ол адамды мынау дүниеге қатысты, ақыретке қатысты бүкіл уайымнан құтқарып қояды дейді. Субханалла. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим деген дұға. Бұл негізі жаттайын деушілерге енді. Тәубе сүресінің соңғы аяты. Ол жерде فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ деген аят. Бірақ сіз жаттайтын болсаңыз, жаңағы хасби Аллаху деген жерінен бастай бересіз. Бізде енді қараңыз, пенделік бір заңдылық бар. Басымызға іс түскен кезде бір себептерін іздей бастаймыз ғой. Мысалы, ауырған адам дәрігерге жүгінеді, машинасы бұзылған адам СТО-ға жүгіреді деген сияқты осындай себептерін іздей бастаймыз ғой. Бірақ дәрігерлер мысалы үшін сіздің ауруыңызды жазуы да мүмкін, жаза алмауы да мүмкін. Енді олар қолынан келгенін жасайды ғой, бірақ олар құтқарушы емес, олар себепшілер. Бұл дүниеде Алла тағала барлық нәрсенің себебін жаратқан. Олар себепшілер. Мынау құтқарады деп айта алмаймыз, бірақ Алла тағала құтқарушы. Бұны үлкен сеніммен айта аламыз. Құтқарушы, сіздің тірлігіңізді шешуші. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, мынау дұғаны айтқан адамның Алла тағала ол адамды уайымнан құтқарады деп жатыр. Сол үшін осы дұғаны жаттап, әрдайым айтып жүруге әрекет қылайық, бауырлар. Хасби Аллаху ла илаха иллаху алейхи таваккалту ва хуа раббул аршил азим.